Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ватрушкидің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл рецепте ерекше нан илеу әдісі болады. Сол үшін соңына дейін қарап көрулеріңізге кеңес беремін. Қамыр жақсы көтерілу үшін жылы сүт болу керек. Жылы сүтке қант және ашытқыны қосып, араластырып 10-15 минут күтеміз. Ашытқы көтерілген соң тұз, ертілген сары май, жұмыртқа қосып, бәрін біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Булочка қатты болмау үшін және қамырдың жақсы көтерілуі үшін осы этапта ең маңыздысы ұнды көп салып жібермеу. Ұнды біртіндеп саламыз, илеп отырып, аз-аздан қосамыз. Әлі қолға қатты жабысқақ болған кезде ыдыстан үстелімізге қоямыз да, видеода көрсетілгендей қамырды илей бастаймыз. Үстелге қамырды ұрамыз, көтереміз. Екінші жағынан алып, тағы да көтеріп, тағы да ұра бастаймыз. Ең басында қамыр өте жабысқақ болады, қолға да, үстелге де. Бірақ 10-15 минут илеген сайын ол қатайып, жабысқақ болмайды. Осы этапта мен ешқандай ұн қосқан жоқпын. Өзі иленген сайын осылай қатая бастайды. Қолға жабыспайтын қамыр болған кезде ыдысымызға ұн салып, үстіне қамырды қойып, бетін аз пленкасымен жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамыр осылай әдемі болып көтерілді. Қамырымызды кішкене илеп жіберіп, 10 бірдей бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлікті дөңгелетеміз де пергамент қағазының үстіне арасына кішкене орын қалдырып қойып қоямыз да үстін матамен жауып, тағы да 15-20 минут күтеміз. Салмасын дайындаймыз. Сүзбе, жұмыртқа және қантты жақсылап араластырып аламыз. Егер сүзбеңіз сұйық болса, булочканың үстінен ағып кетуі мүмкін. Сол үшін кішкене ұн қосып па, немесе сұйық емес сүзбені алғаныңыз жөн болады. Булочкаларды бастыру үшін мен осындай стакан қолданатын боламын. Стаканның астына сұйық май жағып жасаса да болады. Булочкалар өте жақсы көтеріледі және үрледі. Сол үшін жақсылап бастырғандарыңыз жөн. Салмамызды булочкалардың үстіне жайғастырып шығамыз. Түгелдей бір жұмыртқаны немесе жұмыртқаның сарысын булочкалардың айналасына жақсылап жағып шығамыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште булочкаларымызды 15-20 минутта пісіріп аламыз. Булочкалар өте жақсы көтерілді және жұп-жұмсақ керемет болып пісті. Міндетті түрде осы рецептпен пісіріп көрулеріңізге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк және комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған баршын келесі видеоларда жүздескенше.